Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз жаңа сабақпен танысамыз. Суреттегі заттардың адамға қандай пайдасы бар? Суреттегі заттар, теледидар, түтік, плита, ыдыстар, құралдар адамның тұрмысын жеңілдетеді. Олар тамақ дайындауға, киім үтіктеуге, ақпарат алуға көмектеседі. Яғни күнделікті өмірде өте қажет. 2. Оның ішінде қайсылары қауіпті болуы мүмкін? Қауіпті заттар. Плита, от, күйіп қалу қаупі, түтік, ыстық, күйдіреді, электр құралдары, ток соғуы мүмкін, өткір заттар, пышақ қайшы жарақаттайды. 3. Үшкір және өткір заттарды ата. Пышақ қайшы, ине, 4. Оларды дұрыс қолдану ережелері. Пышақты абайлап қолдану, ойнамау, қайшыны тек қажет кезде пайдалану, өткір заттарды кішкентай балалардан алыс ұстау, электр құралдарын су қолмен ұстамау, үлкендердің рұқсатымен ғана қолдану. 1. Дәрі-дәрмекті, тұрмыстық химиялық заттарды қайда сақтау керек? Дәрі-дәрмекті арнайы жабық қобдишада сақтау керек. Тұрмыстық химиялық заттарды жуғыш, тазалағыш, балалардың қолы жетпейтін, биік және қауіпсіз жерде сақтау қажет. 2. Дәрінің дәмін татып көруге бола ма? Жоқ, болмайды. Себебі дәріні тек дәрігердің немесе үлкендердің рұқсатымен ғана ішу керек. Өз бетімен ішу қауіпті. 3. Химиялық заттың қақпағын ашуға бола ма? Неліктен? Жоқ, болмайды. Себебі олар улы болуы мүмкін, денсаулыққа зиян келтіреді. 4. Суретте қандай электр құралы бейнеленген? Оның пайдасы қандай? Суретте үтік бейнеленген. Ол киімді тегістеу үшін қажет. 5. Электр құралдарының қаупі қандай? Дұрыс пайдаланбаса, ток соғуы мүмкін, өрт шығуы мүмкін. 6. Сурет бойынша әңгіме. Қыз бөлмеде ойнап отыр. Қасында үтік қосулы қалып қойған. Үтік ысып матаны күйдіріп, өрт шығуы мүмкін. Бұл өте қауіпті жағдай. Сондықтан электр құралдарын қолданғаннан кейін міндетті түрде өшіру керек. 7. Тыйым салатын белгілердің мағынасы. Рұқсат жоқ. Жасауға болмайды, розеткаға қол тигізбе, ток соғады, ыстық затқа жақындама, күйіп қаласың, үтікті қараусыз қалдырма, өрт шығуы мүмкін. Бұл ережелер балалардың қауіпсіздігін сақтау үшін өте маңызды. Бейтаныс адам кейде жаман ниетпен алдап, зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан, оған жоламау өзіңді қорғаудың ең бірінші қадамы. Есік ашпау, үйіңді қауіпсіз сақтау. Сөйлеспеу, алдауға ермеу үшін қажет. Бірге ешқайда бармау, қауіпті жағдайдан аулақ болу. Көлікке отырмау, ұрлау немесе басқа қауіптердің алдын алу. Бұл ережелерді сақтау арқылы бала өз өмірін, денсаулығын және қауіпсіздігін қорғайды. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпа.